Бәріңе сәлем. Бұл Ара Академиясы. Бастауыш аниматорға арналған сабақтар. Сен бұл каналдан блендерде анимация жасаудың түсінікті әрі жеңіл жолдарын үйрене аласың. Бүгінгі сабақта біз объекттің түрлерімен танысамыз. Әрі Origin мен Mode'тардың не екенін, олардың мақсат міндеттерін талдап көреміз. Бұл сабақтан сен олардың анимацияға қандай қатысы бар екенін жақсы түсінетін боласың. Сонымен, объект дегеніміз не? Әрине, 3D кеңістікте орналасқан дене десек, қателеспейміз. Дегенмен, оны тереңірек түсіну үшін объекті кәдімгі сандық деп елестетіп көрейікші. Блендерде сандықтардың көптеген түрлері бар. Шошымаймыз, аниматорға бұл объекттердің бірнешеуін ғана білу жеткілікті. Бұл сандықтардың әрбірі өзіне сай мағлұмат сақтайды. Бір сандықтың мағлұматын екінші сандыққа сала алмаймыз. Енді бұл келтірілген мысалды бағдарламаның ішінде қарап көрейік. Блендерді ашқан кезде ол бізге стандартты 3 объект ұсынады. Олар куб, камера және жарық. Егер объекттің басқа түрлерін шақырғымыз келсе, Shift және A кнопкаларын басып, пайда болған объект типтерінің тізімінен өзімізге керектісін таңдаймыз. Айталық ол арматура болсын. Таңдалған объект 3D курсордың орнында пайда болады. Жаңағы мысалымыздағы мағлұмат сақтайтын сандықтар, ол мына сары таңбалар. Бұлардың қандай мағлұмат сақтап тұрғанын осы таңбаларынан біле аламыз. Әр сандықтың ішіндегі жасыл таңба оның сақтап тұрған мағлұматы. Камера таңбасы бар сандық камераға байланысты мағлұматтарды сақтайды. Үшбұрышты таңбасы бар сандық пішінге байланысты мағлұматтарды сақтайды. Кішкентай адамның таңбасы бар сандық арматураға байланысты мағлұматтарды сақтайды. Естеріңізде болса, сандық ол объект. Әр объектке өзгеріс беру үшін оның сақтап тұрған мағлұматымен жұмыс жасаймыз. Өткен сабақта үйренгеніміздей, Properties бізге мағлұматтарды өңдеуге мүмкіндік береді. Енді осыған тереңірек тоқталайық. Properties эдиторын папкалар жиналған тартпа деп елестетейік. Мына папкалар көріністің мағлұматтарына жауапты. Ал мына папкалар объекттердің мағлұматтарын өңдеуге жауапты. Бір ескеруіміз керек зат, бұл папкалар белгіленген объекттің түріне байланысты өзгеріп отырады. Мұқият қарасақ, папкалар ауысқанымен олардың түстері сол қалпы екенін байқаймыз. Оның себебі Blender барлық объекттердегі ұқсас функцияларды бірдей түстермен белгілейді. Мысалы, сары түсті таңба барлық объекттерде көріністегі объект жайлы мағлұматтарды көрсетіп тұрады. Жасыл түсті таңба объекттің негізгі мағлұматы. Көк түсті таңбалар объекттің мағлұматын өңдеуге көмектеседі. Барлық объекттерде Origin нүктесі болады. Қарапайым тілмен айтсақ, ол объекттің тамыры немесе түбірі. Ол сары нүкте күйінде көрінеді. Оны біз 3D ортадағы қағылған қазықпен теңесек болады. Объекттің трансформациясы осы қазықтың қағылған нүктесіне тікелей тәуелді. Origin нүктесі басқа жерге ауысса, трансформация сол ауысқан нүктеге тәуелді жасалады. Объектпен жасалатын жұмысқа байланысты ауысатын режимдерді Mode деп атаймыз. Объекттердің түріне сай, олармен жұмыс істеу тәсілдері де әртүрлі болады. Соған байланысты, олардың модтары да өзара ерекшеленеді. Түсінікті болу үшін, мына арматураның модтарына тоқталайық. Неге біз арматураны таңдадық? Себебі арматура аниматордың жұмысында жиі кездесетін объекттің түрі. Объекттің қай модта тұрғанын вьюпорттың жоғарғы сол жақ бұрышындағы мәзірден білуге болады. Басқа модқа ауысқымыз келсе, осы мәзірді басып, тізімнен өзімізге керек модты таңдаймыз. Немесе Tab кнопкасын басып, пайда болған мәзірден модты ауыстырсақ болады. Егер сендерде мұндай мәзір шықпаса, Edit кнопкасын басып, Preference'ті таңдаймыз. Пайда болған терезеден Keymap'ті таңдап, ондағы Tab for Pie меню жолағының қасына белгі қоямыз. Object Mode объекттің үшті кеңістіктегі трансформациясына жауап беретін режим. Бұл мод объекттің барлық түрлерінде кездеседі. Тіпті кейбір объекттер
осы режиммен ғана шектеледі. Edit Mode объекттің негізгі мағлұматтарына өзгеріс жасауға мүмкіндік береді. Pose Mode атау айтып тұрғандай, арматурадағы сүйектерді түрлі позаларға қоюға, яғни қозғалтуға мүмкіндік береді. Алдағы уақытта біз анимацияны осы мод арқылы жасайтын боламыз. Осы сабақтан біз аниматор ретінде не түйдік? Объект түрлерімен және олардың өзіне сай мағлұматтармен таныстық. Объектке дұрыс трансформация беру үшін Origin'нің қандай ықпалы бар екенін білдік. Анимацияға қажетті объектпен жұмыс жасаудың түрлерімен таныстық. Бүгінгі тақырып бойынша осы. Түсінгеніңді ұмытпас үшін сабақты тағы бір қарап, барлығын іс жүзінде қайталап көр. Осы және келесі 2-3 сабақтан соң біз анимация жасауға кірісеміз. Барған сайын сабақтар күрделенеді. Сол себепті мұқият бол. Бүгін күш салып жасаған еңбегіміздің жемісі алдағы уақытта еселеніп келетіні анық.